Ассаламу алейкум, қадірменді әлеумет. Бүгінгі сабағымызда темамызды жалғастырайық. Бұл шындығында келгенде енді адам баласына міндеттелген программа болғандықтан бүгінгі теманы енді айта берсек көп, бірақ соның ішінде мынау исламның нақты бір тармақтары бойынша айтып өтетін әңгімелер әлі жетерлік тізбегі. Сондықтан енді бүгінгі теманы мынау ақиқат пен жалған дегеніміз не нәрсе? Осының негізінде болып жатқан танымдар қалай? Бұлардың жаңағы мынау түрлері көп енді, цифровой танымдық түрлері бар. Одан кейін тілге қойылған нәрселер бар. Одан кейін мынау жаңағы исламның өзінің терминологияны мәнімен айтылатындары бар. Жаңа айтып отырған жаңағы мұнафиқ дейді, екі жүзді деп айтылып жатыр. Одан кейін жаңағы мүшрик деп ататындар. Осылардың негізгі мынау ақиқат пен жалғанменен үйлесу негіздері қандай танымдар? Сол жөнінде айтпақ. Бұл шындығына келгенде ақиқат пен жалған деген сөздің жалпы мағынасының өзі мынау не бойынша, Құран бағдарламасы бойынша жаңа мына күн бағыты менен түн бағыты дегеннен шығады. Одан кейін танымдық сознание мотиві бойынша 360 градустық таным менен сосын 36 градустық танымның несіне келіп тіреледі. Бұл дегеніміз қалай? Ақиқат дегеннің бірінші несі мынау көзіміз көріп, қолымыз ұстап, санамыз түйсініп, бәрін нақты қабылдап тұрған дүниені айтады. Ал енді жалған дегеніміз не нәрсе? Бұл жалған дегеніміз өтірік. Бұл өмірде әлі оның нобайы да жоқ, жобасы да жоқ. Әлі бұның жалпылама несі өмірге енбеген дүниелерді не дейді? Жалған дейді. Яғни теория, практика деп отырмыз ғой. Бұлардың жаңағы несі разработкалық мәні бойынша. Ғылыми мәнмен айтқан кезде. Сондықтан осы мына кезіндегі осы кітаптар жүйеленген кезде солардың носителі болған жаңағы осының несіне анау алыс әлемдік дүниенің бағдарламасын алып жүрушілердің өздері кезінде осы жалғаншылар деп аталған аталуының негізгі себебі осында. Енді бұл айтып отырғандай мынау жалғаншылар деп, енді бұлардың жаңағы былайша айтқан кезде өмірге разработкасы кірген кезде бұлар уже жаңағы мынау носительдік мотивтен шығып, енді разработкасын көрсету, енді жаңағы дүниені жасау кезінде бұлардың уже несі уже көріне бастайды ғой. Мен жаңа өткен бір сөздерімді айтып кеттім ғой. Амалды жаңағыдай бөліп уже нелерімен көзге көрінетіндей етіп амалға кірген кезде бұлардың не екенін уже біз көре бастаймыз деп. Енді былайша айтқан кезде жаңағы бұлардың енді цифровой мәнерлік дүниелері қалай? Сосын кейін жаңағы мұнафиқ дегенің қай жақтан шыққан? Мұнафиқ дегеннің өзі былайша айтқан кезде тілдік мәнерде екі жүзді деп аталады. Ал енді сыртқы факторлық амалға кірген кезде бұлар екі қанатты деп аталынады. Екі қанатты болатын себебі жаңа амалға кірген анау алысты жақын етуші, өзіндегі жақынды алыс етуші. Осы амалдарды жаңағыдай неған кезде, орындаған кезде бұлардың кәдімгі мұнафиқ деп аталынатын себебі сол. Ал енді мүшрик деген кімдер? Мүшрик деген бұлар Аллаға серік қатушы дейді. Күллі дүниені жаңағы былайша айтқан кезде бөлінді атауыменен атайтындар, бөлінді жасайтындар. Енді жалпы мағынасы сондай. Өйткені бұлар мысалы жаңағы оның бір мысалы ретінде мысалы ұлтты өздерінің мына ұлттық мүддесін түгендейтіндер бар емес пе? Жаңа айтып өттік қой, координаттықтар, олар жаңағыдай бөліп атайды. Жаңа измерениесі сондай періштелер деймін ғой, разработчиктің ішінен шыққанда бұлар періштелер деп аталынады деп айттым ғой. Сонда бұлардың жалпы несі жаңағыдай. Мысалы үшін қазақ, орыс, неміс, Қытай бөлінді түгел аттарын атап түстерін түстеп түгел бөліп тастайды бәрін. Мына Алла дегеннің бұл уже қозғалысқа кірген кезде Алла деген танымда бөлінді жоқ деп ататын себебім сол. Себебі неге? Бұл Алла деген жалпы қозғалыс сағатының үкімі мен шешіміне байланысты
қозғалыстық дүниені қамтамасыз етіп тұрғандықтан бұл жердегі таным уже ол жаңағыдай неге кірмейді, бөлімдіге кірмейді. Өйткені Алланың жалпы танымы бұл тұтастықты қалайды. Өйткені мына Алла деген сөздің әлі түбірден оның немен байланысты екенін, оның жаңағыдай мынау амалға келген кезде жалпы бұның қалай жасалып тұрған механизм екенін әлі мен толық мәнінде бұл әлі мына неге шығарғанмын жоқ әлі шет жағасын. Сондықтан бұл осындай болып кетеді. Енді бұл жерде жалпылама жаңағы мынау іблістің ілімі қаяқтан шыққан. Осы негізде енді кезінде айтады ғой, мына мұсылман баласының жауы, мұсылман жауы ібліс деп. Бұларда не себепті ібліс дейді. Ібліс дегеннің жалпы міндеті, мағынасы қандай, қаяқтан не себепті бұлай деп аталған. Ібліс деген бұл жалпылама құрылымдық танымы, тарихат іліміндегі технологиялық дүниенің былайша айтқанда қожайыны болып келеді. Мынау басқару мәселесінен туындайтын нәрсе. Ібліс деген бұл жалпылама технологиялық терминге барып тіреледі. Технологиялық терминге. Қазіргі мына системасы Иса пайғамбардың атымен келген, сол технологияның ішіндегі, индекстің ішіндегі, разработканың ішінде тұрады бұл ібліс. Жаңағы сайтан дейді, сосын кейін жаңағыдай жын, шайтан деген сияқты мәселелердің бәрі осы технологиялық терминмен байланысты да, соның басқарылу пультіне отырылған нәрселердің ішіндегі өмірге келген измерениялармен байланысты ғой. Сонда мына айтып отырғаным, бұл создание мотиві бойынша осылай. Мына мұсылман жауы болып келетін себебі. Өйткені 360 градустық таным менен 36 градустық танымның арасында мына кешегі ғылымның тұздығын былайша айтқанда ысырып қойып, тұздықсыз институт бітіргендердің салдарынан болып отыр ғой, былайша айтқан кезде. Тұздықсыз институт бітіріп келіп, бұл енді жаңағы нені тұздықты алып тастап өздері салат жасап алды дағыны, енді осыған бір татитын бір тұздық іздеп жүрген жайлары бар. Енді өздері жер бетінде іздеп, бұның не екенінде бір-біріне қарғама қарсы айдап тастап, мына жердегі анау жаңағы өзінің міндетіне кірген журналистер де, олар да солай оның не мағына екенін білмейді. Сонымен олар да жаңағы ұлттың мүддесін түгендер, не Алланың жақтарын білмей, олар да сондай екі ортада тұрып қалып жүрген жайлары бар. Өздерінің бұлай нақты бір позициясын ұстана алмай жүрген жайы бар. Бұлардың себеп салдары неліктен? Міне осы мына тұздықты алып тастап, салат жасап алып, дәмсіз дүниені жасағаннан кейін бір дәмдеуіштер іздеп жүрген сияқты болып келеді бұлардың бәрі. Ақиқатында бұл ібліс деген шын мәнінде бұлардың өзі мына неден кейін, после подключения дейміз ғой, жаңағы 3-ші этаптан кейін бұлар кәдімгі жер дүниені құтқарушы болып кетеді бұлар. Бұлардың миссиясы негізі құтқарушы. Иса пайғамбардың, Иса алейхиссалам пайғамбардың ілімінің негізінде бұлар құтқарушы болып кетеді. Өйткені мына қозғалыс сағатында басты рөл ойнайтын нәрсе бұл ақпарат. Өйткені мына носительдің тілінде Аллаху акбар деген функция байланып тұр ғой. Соның тарихаттық ілімнің индексі негізінде жасалған разработка, бұл ақпарат. Ақпарат бұл жерде басты рөл ойнайды. Бұл естеріңізде болар. Бұны да басты ескергендеріңіз жүр. Міне осыдан келіп жаңағы несі тарихаттық ілім мен шариғаттық ілімнің байланысы осыдан келіп туындайды. Бір-бірімен үйлесуімен байланысы. Бұл жерде ақша мәселесі жаңағы неге кірмейді. Өйткені мен жаңағы Иса алейхиссаламның формуласы негізінде 3 формула түсіріп отырмын ғой. Бұл жердегісі нақтысы мына ішкі фактор бойынша 36-036 коды бойынша бұл жерде жұмыс істеу мәселесі туындайды. Өйткені мұндағы тілдік функция уже сигналдық нелерге, мотивтерге ауыстырылады. Сигналдық мотивтерге ауыстырылғаннан кейін мінекей осы негізде жұмыс істеу мәнері туындайды. Ал енді 360 градустық тербеліспенен 36 градустық неде тұратын болсаңыздар, бұл мүшіріктер сериясы, яғни анау мемлекет деген жүйеге барып тіреледі. Бұның ар жағынан мемлекет дегеннің өзін мысалы үшін дәлел іздейтін болсаңыздар, мемлекетпенен хандық системаны салыстыруға болмайды. Қазақ деген, мысалы біреулер айтып жүр ғой, қазақ деген вообще мемлекет болмаған деген сияқты мәселелерге де сондай бір нелер айтылып жүр ғой, олай емес. Қазақтың негізгі ұстанымы шариғаттық, исламның шариғаттық несі болған, жолы болған. Бұның ішінде мына разработкасы ханский система деп айтып кеттім.
Бұның ішінде ол мемлекет деген системаға кірмейді. Бұл жерде жаңағы шариғаттық ілім болғанда бұның бір тармағы ғана разработкасы ханский система. Ал мемлекет деген бұл мүлде басқа нәрсе. Оны мемлекетпен хандық құрылымда салыстыруға келмейді негізі. Оны апарып жаңағы тарихаттық батыстық өкілдер бұл ілімді